Қайырлы күн достар. Мен бүгін жасалу жолы өте оңай, жеңіл салаттарын көрсететін болам. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен лайк басып, каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдымен жұмыртқамызды үлкен 4 бұрышты қылып турап аламыз. Жұмыртқамызды турап болып, үстіне майонез жібереміз. Қиярды да осылай үлкен көбік қылып турап аламыз. Жұмыртқаның бетіне жіберетін боламыз. Қиярдың үстіне майонез жіберетін боламыз. Салатымызды осылай дайындап алдық. Бетіне сырный лейс себеміз. Енді үстіне бекон саламыз. Міне біздің өте жеңіл, тез дайындалатын, дастарханда да қалмай желініп қалатын салатымыз дайын болды.